кішкентай кезімізде бізге айтты, тыныш жүр, сөйлеме, ұршырап кетесің, тек жүрсең тоқ жүресің, домаланып көп жүресің. Не керек ол домаланып көп жүрген? Халқың кедей болса, ипотекадан көзімізді ашпасақ мысалы, не керек ондай? Сонда қазақ айтады ғой, еріксіз түскен ылдидан еркіңнен шығар өр артық, зерлеп өмір сүргеннен көсіліп жатыр көр артық дейді. Вабанкке бару керек. Украина вабанкке барды. Жеңіп шығады. Неге? Қытайлар айтады, рухқа қылыш өтпейді дейді. Жаңағы сіз айтып отқан экономикалық проблемалардың бәрін тек қана рух шешеді. Тіпті сіз айтайын, рух деген не дегенде шәкәрім рух деген дінсіз таза ақыл дейді. Діннің өзін орнына қоятын рух екен ғой. Өйткені рух жаратылғанда әлі дін болмаған екен. Әуелі Алла тағала әуелі рухты жараттым, одан кейін сол рухтан қалған нәрсені жараттым дейді. Сондан біз қазір кезде сол рухтың не екенін түсіне алмай, біз жаңағыдай тәнімізге 70-80 жыл өмір сүріп, ертең шіріп құмырсқаға жем болатын тәнімізге құл болып, сол Құдай берген рухымызды жарқыратып көрсете алмай құл болып отырмыз да, рух еркіндікке шықпай, экономикалық еркіндікке жете алмаймыз біз. Қысқасы сол.